Баршаңызға қайырлы күн, арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен бізге қажетті жылы сүт және қант, ашытқы жақсылап араластырамыз. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Араластырып алдық. Енді үстіне 1 шай қасық тұз саламыз, және де бізге 1 жұмыртқа және 1 жұмыртқаның тек ақ уызы ғана қажет болады. Жұмыртқамызды салып, жақсылап және тағы араластырамыз. Енді ұнды міндетті түрде електен өткізіп аламыз. Ұнымыздың барлығын саламыз толықтай. Қолымызбен жақсылап қамыр илейміз. Енді үстіне сұйық май құйып, және тағы 4-5 минутта жақсылап илейтін боламыз. Жақсылап илеп алдық. 1 сағатқа жылы жерге орап қоямыз. Мінекей 1 сағат өткеннен кейін осындай әдемі болып көтеріледі. Қамырымызды басып, жан-жағын жинап, дайындайтын боламыз. Қамырларымызды осындай бөліктерге бөліп алатын боламыз. Менде 11 бөлік шықты. Енді әр қайсысын осылай домалақтап, қолымызбен әдемілеп домалақтап аламыз. Дәл осы видеодағыдай жасайтын боламыз. Барлығын дәл осылай домалақ пішінге келтіреміз. Енді әр қамырымызды дәл осылай видеодағыдай қолымызбен немесе оқтаудың көмегімен осылай жайып аламыз. Қолымызбен жайып алсақ та болады. Неге дәл осы видеодағыдай жасаймыз. Қамырларымызды жайып алдық. Енді осындай 4 бөлікке бөліп аламыз, және бірінің үстіне бірін дәл осы видеодағыдай қойып шығатын боламыз. Енді бізге шпажка қажет болады. Ортасын осындай 1-2 басамыз, және де жан-жағын осылай ортаға жинап, қамырларымызды осылай қысып шығамыз. Міне дәл осындай бізде булочкаларымыз дайын болып жатыр. Неге енді ортасынан бөлеміз, 4 бөлікке бөліп аламыз, және бірінің үстіне бірін қойып шығамыз. Дәл осылай сәл төмен қарай бұрыштарын біріктіріп, енді шпажкамен ортасынан 1-2 басамыз, және төменгі жағын жинап шығамыз. Барлық бөлішкелерімізді осылай жасап аламыз.
формамызға пергамент қағазын төсеп, булочкаларымызды осылай орналастырамыз және де жұмыртқаның сарыуызын жағып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. 150-180 градустың арасында 20 минутта пісіріп аламыз. Мінеке достар, біздің булочкаларымыз дайын болды. Бетіне сахарный пудра сеуіп қойсаңыздар да болады. 20 минутта дайын болды. Өте жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Арасы да толықтай піседі. Сіздер де дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Видео ұнап жатса, лайк басып қоюды ұмытпаңыз. Әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, қоңыраушаны басып, арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Видеоны соңына дейін назар қойып қарағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.